Сәлем, сіздермен Жұлдыз 99. Бүгінгі видео өсімдік ұлпаларына арналады. Ендеше кеттік. Өсімдіктер дүниесіне автотрофты жолмен қоректенетін, споралармен, тұқыммен және вегетативті жолмен көбейетін эукариотты ағзалар жатады. Басқа дүние ағзаларының айырмашылықтары: фотосинтезге қабілетті, жасушаларының сырты жасуынықтан тұрады, қорзаты крахмал және өсімдіктер үздіксіз өседі. Ал ұлпа дегеніміз не? Бұл шығу тегі, құрылысы және атқаратын қызметі ұқсас жасушалар тобы. Өсімдік ұлпасының 6 түрі бар. Оның алғашқысы түзуші ұлпа. Түпкілікті ұлпалардың клеткаларын жасап, үнемі толықтырып отыру арқылы өсімдіктердің денесін құрайтын ұлпаларды түзуші ұлпа немесе меристемалар деп атаймыз. Меристема бөлінуге қабілетті ұлпа. Алғашқы меристемалық ұлпа тұқымның ішіндегі ұрық клеткасында болады. Оны промеристема деп атаймыз. Сонымен қатар, сабақ пен тамыр төбесінде меристемалық клеткалар орналасады. Ол жердегі клеткалар ұдайы бөлініп, өсіп отырады. Оларды инициалды деп атаймыз. Инициалды клеткадан алғашқы меристемалық ұлпа түзіледі. Меристемалық ұлпа тамыр мен сабақта орналасуына қарай төбелік апикалды, бүйірлік латериалды, қыстырмалы, интеркалярлы болып үшке бөлінеді. Өсімдік мүшелерінің сыртын қаптап жататын жасушалардың тобын жабындық ұлпа деп атаймыз. Жабындық ұлпалардың негізгі атқаратын қызметі өсімдікті кеуіп кетуден, сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларынан, шамадан тыс булануынан және зиянды микроорганизмдердің еніп кетуінен сақтау. Жабындық ұлпаның 3 түрі болады: өң, тоз және қыртыс. Өң жасушалары тірі және олардың арасында жанаспалы жасушалар болады. Өңнің кейбір жасушалары ұзарып, өсіп, түкке айналады. Біртіндеп қабықшалары қалыңдап, өң тозға айналады. Тоз жасушалары өлі болады. Өсімдік жуандаған сайын тоз жаңа қабатпен қапталып, тоздың орнын қыртыс басады. Қыртыс жасушалары да өлі болады. Келесі негізгі ұлпа. Бұл өсімдіктердің барлық мүшелерінде кездесетіндіктен негізгі ұлпа деп аталады. Жасушалары тірі, пішіндері атқаратын қызметтеріне қарай домалақ, цилиндр, эллипс тәрізді әртүрлі. Жасуша қабықшасы жұқа, цитоплазмасы қабықшаны астарлай орналасады. Жасушааралық кеңістіктері өте кең болады. Атқаратын қызметіне байланысты негізгі ұлпалар фотосинтездеуші, қор жинаушы, су жинаушы және ауа жинаушы деп бөлінеді. Фотосинтездеуші ұлпада өсімдікті органикалық заттармен, энергиямен қамтамасыз ететін фотосинтез реакциясы жүреді. Қор жинаушы ұлпада нәруыздар, көмірсулар, майлар немесе тағы да басқа заттар артығымен қорға жиналады. Бұл өсімдіктің өсуі мен дамуы үшін жұмсалады. Су жинаушы ұлпаның вакуолінде желімтек, созылғыш заттар бар. Олар ылғалды ұстап тұрады. Мысалы, алоэ суды шырынды жапырағында, ал кактус өркеніне жинайды. Ауа жинаушы ұлпаларды оттегімен қамтамасыз етіп отырады. Су өсімдіктерінің жапырақтарын көмірқышқыл газымен байытып, суда қалқуын жеңілдетеді. Келесі тірек ұлпа немесе арқаулық ұлпа өсімдіктің мүшелеріне беріктік қасиет беретіндіктен жануарлардың қаңқасы сияқты салмақ күшіне, қатты соққан желге, нөсер жаңбырға майыспай, өсімдіктер сынбай төтеп бере отырады. Жылдан жылға өсімдіктің ұзарып өсуі, бұтақ жаюы, оның көлемін ұлғайтып, көп салмақ түсіретін қалың жауған қарға, желге, соққан дауылға тірек ұлпасы болса ғана өсімдік қарсы тұра алады. Арқаулық ұлпаға каленхима, склеренхима және склерит жатады. Каленхима өсіп келе жатқан жас сабақта, жапырақ сағағында, жапырақ жүйкелерінде болатын жасушаларында цитоплазма, ядро, вакуоль, хлорофилл дәндері бар, қабықшасы қалыңдамаған, тірі жасушалардан тұратын, өсу қабілетін жоймаған алғашқы тірек ұлпасы. Жасуша қабықшасы қатайып ағаштанбайды, жасуынықтан тұрады. Осы себепті жасуша өскен сайын еркін созылып өседі, бөлінеді және пішінін өзгерте алады. Склеренхима жасушаларының пішіндері ұзынша қабықша біркелкі қалыңдап, ағаштанған және қатты, орналасқан жеріне қарай тін талшығы мен сүрек талшығы болып екіге бөлінеді. Тін талшығы қабық бөлімінде болатындықтан өсімдік қатты майысқан кезде мықтылық қасиет береді. Сүрек талшығы камбий жасушаларының бөлінуінен сүректе түзіледі.
Қабықшасы сүректенген тін талшығы қысқарақ, ағаш сұлбасы діңінің салмағынан жеңілдетіп отырады. Склерида жоғары сатыдағы өсімдіктердің әртүрлі мүшелерінде кездесетін жасуша қабықшасы біркелкі қалыңдаған тірек ұлпасының бір түрі. Егер оны жеке бір жасуша етіп алып қараса, қабықшасы өте қалың, арасында тармақтанып жатқан саңылаулары бар. Цитоплазмасы болмағандықтан өлі жасуша, дегенмен ағаш пайда болған кезде жасушалары тірі болады. Келесі өткізгіш ұлпа. Өсімдіктің барлық мүшелеріне қоректік заттар жеткізетін жасушалар тобын өткізгіш ұлпа деп атаймыз. Жасушаларының іші қуыс түтікше тәрізді. Өткізгіш ұлпа жоғары ағыс жолы және төменгі ағыс жолы деп екіге бөлінеді. Жоғарғы ағыс жолы екі түрлі жасушалармен қозғалады. Бірі трахеида, екіншісі трахея. Трахеида ашық тұқымдыларда жақсы дамыған, ал екіншісі трахея жабық тұқымдыларда жақсы дамыған. Оның өтетін немесе ағатын жолы сүрек бөлімі болып табылады. Бұл жасушалар сабақтың сүрек бөлімінде болатындықтан, су мен онда еріген минералды тұстарды тамырдан бастап сүрек бойымен жоғарғы қарай жер үсті мүшелеріне жеткізеді. Төменгі ағыс жолымен, яғни флоема мен фотосинтез процесі нәтижесінде түзілген органикалық заттар жапырақтан басталып, тамыр, сабақ, жеміс, түйнек және тағы да басқа мүшелеріне таралады. Қылқан жапырақтыларда органикалық заттар сүзгі тәрізді жасушалар арқылы, ал гүлді өсімдіктерде сүзгілі түтіктері арқылы қозғалады. Келесі бөліп шығарушы ұлпа. Тіршілік әрекетінің нәтижесінде өсімдік мүшелерінде ақырғы өнімдерді немесе қалдық заттарды бөліп шығаратын және жинайтын орындары болады. Оларды бөліп шығарушы ұлпа деп атайды. Бөліп шығарушы ұлпалар өсімдік мүшелерінің әр жерінде шашыранды орналасады. Өсімдікте зат алмасуының нәтижесінде бөлінетін қатты немесе сұйық заттардың бөліп шығарылуы ұлпалардың қатысуымен жүзеге асады. Бөлінген заттар өсімдікті ауру тудыратын микробтар мен зиянды жәндіктерден, малға жем болудан сақтайды. Бөлінетін заттардың біразы өсімдіктің ішінде қалса, біразы сыртқа шығарылады. Сондықтан олар ішке бөлінетін және сыртқа бөлінетін ұлпалар болып екіге бөлінеді. Заттарды ішке бөліп шығарушы ұлпалар шайыр жолы, эфир майы өзегі, сүт жолдары. Сүт жолы өсімдіктің барлық мүшесінде орналасқан. Сүтті шырын, ақ және сары түсті қоймалжың сұйықтық. Оның құрамында көмірсулар, майлар, нәруыздар бар. Заттарды сыртқа бөліп шығарушы ұлпалар домалақ басты түктер, жабысқақ түктер, жабысқақ қабыршақтар және шірнеліктер. Бүгінге осы. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. 99 бен бірге дамы.